Алматы облысының Қарасай ауданы әкімдігі мектеп оқушыларының тасымалын шеше алмай отыр. Себебі көлік компаниясына берер қаржы қаңтардың соңына қарай бөлінбек. Ал келісімге келер автобус иелері балаларды тегін тасымаймыз депті. Тіпті аудандағы Сауыншы ауылының 150-ден асатын оқушысы көрші ауылдағы мектепке жете алмай сабақтан қалуда. Қиындықтың барын мойындаған әкімдік енді көлік іздеп әлек. 18 орындық шағын автобусқа 40-50 оқушыны тиеп алған көлік орнынан әрең қозғалды. Бұл Қарасай аудандағы Еңбекші ауылындағы мектептен бірінші ауысымнан шыққан Сауыншы ауылының балалары. Көліктің жоқтығынан 2 күн сабақтан қалған оларды мектеп әкімшілігі мектепке тасымалдауға әрекет етуде. Онсыз да күрделі оқу бағдарламасынан балалар қалып қоймасын деп мектеп директорының 3-ші күні тапқан амалы екен. Мен 2 балам бара алмай қалды мектепке мына. Үйде ғой енді. Үйде. Мына балдар көпіні балдар қап қалды. Қашан жібересіз оларды балаларды? Енді балдар қашан автобус келгенде, жақсы автобус келгенде. Артық багізмейміз енді қалай несі. Балалардың не жазығы бар, соны енді мына жерде акимат бар, мектеп директоры бар. Кішкене бірден не ұтып алды дейді, тендері бітіп қалды дейді, ана автобустың. Ол сөз бе ол? Сауыншы ауылынан мектебі бар Еңбекшіге ойлы қырлы даламен тіке тартса 3 шақырым екен. Ал көлік арқылы жолмен барса 15 шақырым болады. Ауылға қоғамдық көлік те таксиде келмейді дейді тұрғындар. Ал Қарасай ауданының әкімдігі Сауыншыдан басқа тағы 1-2 ауылдың оқушыларын мектебіне жеткізе алмай отырмыз дейді. Біздің бюджет бөліну осы қаңтар айының соңына белгіленіп тұр. Сол бөлінгеніне қарай біз сол жауапты мекемемен, тасымалдаушы мекемемен келісімшартқа отырамыз. Олар сол кезден бастап несін тасымалдау қызметін көрсетпекші. Ал әкімдік бұған дейін тасымалдаушымен кепіл хат арқылы жұмыс істеген. Қаржы бөлінгенге дейін автобус оқушылар тегін тасыған. Олар әкімдікке сенбейміз деп биыл кепіл хатпен жұмыс істеуден бас тартқан. Аудан әкімдігі автобус мәселесін осы апта шешуге уәде берді. Жарас Ниязбек, Владислав Шишко, Информбюро, Алматы облысы.